Бір кісі өмір бойы намазын оқып, оразасын ұстап, Аллаға құлшылық етуін үзбепті. Тек бір кемшілігі намазын үнемі кешіктіріп, уақыты бітуге таянғанда ғана оқиды екен. Күндердің бір күнінде ажалы жетіп, әлгі кісі өмірден озыпты. О дүниеге барғанда есеп дәптері бойынша жауап алынып болған соң ол тозаққа лайық деп танылады. Қалайша деп таң қалыпты мұсылман. Менің өмір бойы жасаған құлшылығым, бір Аллахқа деген сүйіспеншілігім мен қорғанышым, маңдайым сәждеде жатып тозақтан құтылуды тілегенім бәрі босқа кеткені ме? Маған ақыреттің жақсылығы шынымен ақ бұйырмағаны ма дейді. Ол есін жиып үлгермей жатып ақ екі періште екі жағынан сүйрелеп тозаққа ала жөнеледі. Бойын қорқынышпен үрей билеген, аяқ қолы дірілдеп, аузы икемге келуден қалған байқұс тек іштей намазым деп күбірлей беріпті. Бет қаратпас қып-қызыл жалынның ыстығы енді денесіне тие бергенде алдынан ақ сақалды, ақ киімді адам шыға келіп, отқа лақтырылған бейшараны қағып алып, кері ұша жөнеледі. Сен кімсің деп сұрайды. Сонда мен сенің намазыңмын деген жауап алады. Осы кезге дейін кешігіп, қайда жүрсің дейді. Сонда намаз: есіңде ме? Сен де мені ең ақырғы сәтте намаз уақыты бітерде оқушы едің ғой. Үнемі кешіктіретінсің. Менің кеш қалған себебім осы. Енді қорықпай-ақ қой. Мен жаратқанның қалауымен сені тозақ отынан құтқарамын дейді ақ киімді адам. Сөйтіп намазының арқасында әлгі кісі тозақ отынан құтқарылып жаннатқа кіреді.